Сәлем достар, hi guys, менің есімім Гүлзат, каналыма қош келдіңіздер. Егер сіз ағылшын тілін үйреніп жүрсеңіз, міндетті түрде каналыма жазылып кетіңіз, себебі алдағы уақытта ағылшын тілінің грамматикасын, күнделікті сөйлеуге қажетті фразаларды, сленгтерді, идиомаларды бірге үйренетін боламыз. Алғашқы сабағымызды сленгтерден бастасақ, ең бірінші сленг late. Late дейтін сленгті негізі ұзақ уақыт бойы, тіпті ғасырлар бойы ішімдік ішіп алған адамдарды суреттеу үшін қолданды, бірақ қазіргі уақытта жастар оны өте керемет, күшті сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес деген мағынада қолданады. Мысалы, the party was late. Келесі сленг бізде staycation. Staycation дейтін сленгті өткен жазбен байланыстырсақ болады, себебі карантинге байланысты көп адамдар демалысымызды шетелде өткіземіз деген жоспарларын кейінге ысырып қойып, демалыстарын өз үйлерінде отбасымен бірге туған жерлерінде өткізді. Яғни staycation дегеніміз демалысты шетел аспай өз туған жерінде, өз үйінде өткізу. Мысалы, I had a staycation with my family last summer. Келесі сленг fam. Fam дейтін сленг family деген сөзден шыққан. Англияда fam дейтін сленгті өзіне өте жақын достарын сипаттау үшін қолданады. Соңғы сленг I'm stuffed. Do you want more pizza? No, I can't even fit another slice of pizza. Сіздер не айтқанымды түсіндіңіздер деген ойдамын. Үміттемін. Яғни I'm stuffed деген қарным әбден тойып кетті деген мағынада. Достар, егер сіздерге бүгінгі сабақтың пайдасы тисе, каналға міндетті түрде жазылып, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Bye!